Сәлеметсіңдер ме балаларым? Бүгін бізге көптеген қонақтар келді, иә? Ең алдымен хош келдіңіздер деп, сол кісілерге қарап, амандасайық. Жақсы. Ал. 1, 2, 3. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрі осыдан басталған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, бәрі бізді тастаған. Тамаша, рахмет жаным, отырыңдар. Ендеше балалар, бүгін біз жүрегімізбен сезініп, басымызбен терең ойлап, сәттілікті серік етіп, қолымызбен сезініп, тәжірибе жасап, барлық істі өте жақсы атқаруға тілектеспін. Енді балалар, сендер білесіңдер, иә? Балалар, бізде қазір қай ай? Енді ол қай ай? Қалай деп аталады? Ал енді біздің апта дәйек сөзіміз қандай? Қане, бірге. Ынтымақ жүрген жерде ырыс тірек. Қалай түсінеміз осыны? Ынтымақ жерде ырыс тірек. Жан түрек? Біз, айтып өт. Біз Қысылмай айтып өт. Біз тату болса, барлық істі істейміз. Жақсы? Тағы да кім қосады? Алихан айта ғой. Біз бәріміз төбелескіміз. Жақсы. Яғни ынтымақ болу керек, бірлік, береке болу керек, иә? Жақсы балалар. Бүгінгі сабақта да мен сендерге сондай ынтымақ, бірлік, татулық тілеймін. Сонда біздің сабағымыз нәтижелі шығады, иә балалар? Тамаша. Балалар, бүгін біздің сабағымыз ерекше болады. Мен сендерді мынандай әуе шараларымен бағалаймын, иә? Енді оны қазір сендер сабақ барысында білесіңдер. Бұл неге біз әуе шарымен бағалайтынымызды. Қазір балалар, өткен тақырыпты қайталау барысында біз өткенімізге білімдерімізді тиянақтайық. Ал енді бері қара. Адам сабынмен қолын жуғанда шамамен қанша микроб жойылады? Асылым? Тез. Ал кім көмектеседі? 1 миллиард. Тамаша, жақсы. Сенің денеңде қанша бұлшық ет бар? Так? Бұл жауап бер. Біздің бұлшық еті 640. Тамаша, өте жақсы. Келесі? Келесі, тез. Адам қаңқасы неше жасқа дейін өседі? Тез. Азат? Біздің қанқа өседі Неше жасқа? 25-ке шейін. Я, дұрыс айтады, 18-ден 25 жасқа дейін, иә балалар? Тамаша. Келесі? Оқимыз, бұлшық ет дегеніміз не? Ал тез. Өттік біз мұны. Өттік. Ал айта ғой. Толған. Ет дегеніміз етіміз. Ол бізді күшті болу үшін бүйтіп жинап алады. Я, жақсы, тамаша. Тағы. Өткенде созылады. Дұрыс айтасың, дұрыс, я. Дұрыс, тамаша. Кім қосады, так жантүрек? Бұлшық ет адамның жүруіне ыңғайлы. Қозғалысқа, яғни қозғалысқа өте жақсы, тамаша. Келесі. Жеке бас гигиенасына нелер жатады? Өттік біз жеке бас жұмыс істейміз, кәл? Жеке бас гигиенасына. Сіз? Тағы көмектесеміз. Жоқ. Айтыңдаршы енді. Жеке бас күн тәртібі, тамаша, дұрыс, тағы. Асылым, жұмыс істейміз түгеліміз. Дұрыс айтады, дұрыс, тағы. Асылжан?
ана гигиенасы өте дұрыс айтады. Алинұр? Тімізді сүйіңіз керек. Тамаша, жақсы. Нұрайша? Иә, айттық, иә, тамаша. Рахмет. Келесі. Қаңқа дегеніміз не? Тез. Қаңқа дегеніміз не? Ол адамның сүйектері. Тағда. О нені қорғайды? Қалай қорғайды ма, не істейді? Тез. Аха, Раяна. Жүрегімен. Иә, дұрыс айтады. Ішкі құрылыстарымызды қорғайды, иә? Яғни қорғаныш мүшесін қызметін атқарады. Иә, тамаша. Келесі. Оқушының денесі маты қай кездерде бұзылады? Жылдам. Басқалар жұмыс істейміз. Тез. Гаухар, қашан, қай кездерде бұзылады? Осы партада дұрыс отырмайды. Өте дұрыс айтады. Келісеміз ғой, тағы да. Асылжан? Қайсы отырса, денеміз қайсы қалады. Иә, денеміз дұрыс қалыптаспай қалады. Алинұр? Біз жүргенде бүкірейіп жүрсек. Иә, дұрыс жүруіміз керек, иә? Бүкірейіп жүрмеміз керек. Тамаша. Арқарай кеттік. Адамда қанша жұп қабырға бар? Тез. Дұрыс айтады, 12 жұп қабырға бар, иә балалар? Тамаша. Так, жауап берді. Так, тез қол көтеріп, ешкім жаңа жауап берді. Шешіңдер балалар. Жан көрейік. Және жата берсін. Тамаша. Енді балалар, біз келесі сабақта өтуіміз үшін біздің жаңа тақырыбымыздың тақырыбы және мақсаты қандай екенін, ол бізде мына жерде әуе шарларда жақсы болып тұр екен. Ал тез кім келеді? Кім келеді? Кел Жанбек, тез. Бірінші сынақ. Тез оқиға алдағы. Сыныпта? Сыныпта жетігі үшін не істейміз? Сыныпты желдету үшін өзін айта ғой. Не істейміз? Ашамыз. Ал екінші терезенің алдында сөз тұр екен, бар жасылған. Тез алып кел. Екінші терезенің алдында. Жүгір. Тез. Келесі келе береді, мына жерге жылдам. Тез. Ал кел, әкел. Нұрайша, алдан оқиға, тез. Қандай сөз екен? Ауаның, тамаша. Жәнібектің партасының астында. Жоқ, енді бірінші мына мысалды оқысашы. 10 қосу 20-тен 30. Бар ал кел, Жәнібектің партасының астында келесі сөз жақсы болған. Қандай мемлекет? Ал өзің жауап бер. Қандай мемлекет? Өттік қой өткенді. Қазақстан қандай мемлекет? Тез. Тәуелсіздік тағы да. Егемендік, дұрыс айтасыз. Ал енді бізде тәуелсіздік мерекеміз келеді. Қандай? Нешесі? Тәуелсіздік күні, тамаша. Бұл қай жерде дейді? Есікте. Қандай сөз? Қасиеттері, е? Жоқ, ауа сөзінде неше әріп бар? Сен бірінші соңға жауап берсеші. Ауа сөзінде неше әріп бар? Ауа. Неше әріп, неше дыбыс? 3 әріп. 3 дыбыс? Бар, мұғалімдердің алдында дейді, келесі сөз бар, ал келеміз. Тез. Тамаша балалар, қандай сөз екен? Бар. Ал қане барлығымыз хормен оқиықшы. Қандай біздің тақырып шықты? Ал 1, 2, 3. Балалар, міне бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ауаның қандай қасиеттері бар? Яғни міне мақсатымыз ауаның кейбір қасиеттерін
сипаттау, күйін, түсін, иісін, кеңістікті толтыру қасиетін және жылу өткізгіштігін зерттеуге, иә балалар? Ал енді балалар, бізде қазір жаратылыстану сабағы, иә, солай ғой? Біз кімбіз? Біз зерттеушіміз, иә, солай ғой? Біз зерттеушіміз. Қараймыз, естиміз, көреміз, болжаймыз. Енді бүгінгі сабақта біз ауаның қандай қасиеттері бар екенін біз тәжірибе жасаймыз. Так, маған қазір келеді. Раяна кел. Шықпаған, алан келе ғой. Жандос кел. Так, Раяна, Жандос кел. Так, міне Жандос, сен алдында неме? Не ол? Су. Так, кел алан. Сенде неме мынау? Тұз. Дұрыс. Аха. Ал енді. Ал, Жандос, сен суды не істейсің? Құя ғой алдағы тысқа. Не істедік? Біз не істедік суды балалар? Қойдық, иә? Яғни біз оны көріп тұрмыз ба? Көріп тұрмыз. Так, алан саған. Жоқ, осылай сала ғой. Алан, сен айта ғой. Тұзды не істедік? Салдық, иә? Көріп тұрсың ба? Көріп тұрма? Тұзды салдық, иә? Яғни қолмен ұстадық па? Ұстадық. Раяна, саған мынандай тапсырма. Кәне, ауаны ұстада салшы мына ыдысқа, ауаны салшы кәне ыдысқа, мына ыдысқа. Ал, сала аламыз ба? Жоқ. Неге? Себебі ауа қолға ұсталмайды. Дұрыс айтады, қолға ұсталмайды. Біз оны көрмейміз. Дұрыс айтасыңдар. Отырыңдар. Яғни мына жерде қандай қорытынды шығады балалар? Қандай қорытынды шығады? Ауа қолға ұсталмайды. Ауа қолға ұсталмайды. Яғни ол бізге көзге яғни түссіз деп айтамыз ба оны? Міне, қасиеті түссіз, тамаша. Так, келесі келетін маған. Алланы желпейсіңдер да? Ауада отырасыңдар, тез. Желпі. Ал, желпіңдер кәне. Желпіді. Ал, енді осылай домалақ. Енді жаба қал, тез. Жаптық па? Ал, енді не? Ауа бар. Ал, біз оны көріп тұрмыз ба? Ал, енді осыны бар балаларға ашып ескерткеніңдеші бар. Сен бір шығатағы, сен шығатағы ескерткен. Аш та ескерген. Дәмін көрсін, дәмін. Ал, қандай сонда? Қандай су? Я, иіссіз. Саны бар ма? Сонда қандай қасиет шығады жерде? Иіссіз және тамаша. Рахмет, әкеліңіз. Келесі тәжірибе. Қасиеттерді кәне тоқып отырыңдар миға. Так, келесі тәжірибе. Ұстап тұр, сендер қарап отырыңдар. Қандай сиқыр болып келе жатыр екен. Не істеді? Шарымыз? Яғни, ішіндегі ауа не істеді? Ұлғайды ыстық судан. Ал, енді суық суға батырамыз. Қарап тұрыңдар кәне. Суық судан не істеді? Жоқ, не істеді? Бұл жерде балалар отыр ғой жаным, рахмет. Бұл жерде мен қандай қасиетті айтып келіп тұрайын. Яғни балалар ыстық суда ауа ұлғаяды екен, суық суда ауа сығылады екен. Осындай қасиет балалар. Миға тоқып отырыңдар. Себебі қазір сендер оны жазасыңдар. Тамаша. Енді келесі бері қараймыз. Алдарында желпуіш. Желпуіш қане? Желпіп жібереміз. Желпейміз. Не сезіп тұрмыз? Ауаны сезіп тұрмыз. Қалай сезіп тұрмыз? Не арқылы? Жел арқылы. Желдетіп тұрмыз, иә? Яғни осы жерде не қандай қасиет айтуға болады? Ауаны қозғалысын, иә балалар? Я, рахмет, ол қоя қоямыз. Бір-екі. Ауаны қозғалысын. Өте тамаша.
сұрағыңызды жауап тұрамыз қане. Салады. Ашыңдар. Іңкәр ашқысы келіп отырды, иә? Ал не сездіңдер балалар? Ауа бізге бұрынымызға келді ме? Жоқ, яғни ауасыз біз тіршілік ете алмайды екенбіз, иә балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ауа біздің жансыз табиғаттың бір бөлігі. Біз ауасыз тіршілік ете алмаймыз. Енді балалар, келесі мынандай тәжірибе сендерге. Мирас деген жоқ, иә? Ал үрлендір суға. Үрлендір. Түтікше арқылы үрлендір. Не көріп тұрсыңдар? Көпіршіктер, иә? Сонда не істеді? Мына түтік арқылы, түтікше арқылы ауа суға барды да, суыны не істеді? Көтерді, яғни ығыстырды, иә балалар? Сонда ауа судан жеңіл екен, иә балалар? Яғни өзінің салмағы бар негізі ауаның да, бірақ мына жерде судан жеңіл екен қасиетін көріп тұрмыз. Тамаша, рахмет. Отырыңдар. Тамаша. Жоқ, бұл жерде мен өзім балалар, себебі бұл жерде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек, иә балалар? Бері қараңдар. Так, ал. Жансың. Так, менің қолымда құты, иә? Шыны құты. Ал екеудің балауыз шам не істеп тұр? Екеуді? Көріңдер, қазір байқаймыз. Ал мына балауыз шам жанып тұр, иә? Ал енді осында қандай не шығаруға болады? Қасиет. Қандай қасиет? Ауасыз жанбайды. Дұрыс айтады, иә. Яғни ауа отты жандырады екен, иә балалар? Және де мынау әлі неге жанып тұр? Неге жанып тұр? Ауа арқылы жанып. Иә, көп кеңістікте ауа көп, иә? Әртүрлі саңылауларда да ауа көп, кеңістікте де. Сондықтан бұл балауыз шамымыз әлі де балалар жанып тұр. Рахмет сендерге. Сонда енді қандай қасиет бар екен? Яғни ауа отты жандырады екен, иә балалар? Міне осындай қасиет бар екен. Енді бері қараңдар. Келесі бері қараймыз. Сәлеметсіз балалар, бүгін біз өте қызық әрі маңызды тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауаның қандай қасиеттері бар. Ауа біз күнде көрмесек те, үнемі жанымызда болатын табиғаттың бөлігі. Қараңдаршы, балалар алаңда ойнап жүр. Мұғалім балалардан сұрайды, ауаны көре аламыз ба? Біз ауаны көрмейміз, бірақ ол әрқашан қасымызда. Ауа мөлдір, ол көзге көрінбейді. Бірақ біз оның бар екенін сезе аламыз. Мысалы, қолымызда алға сермесек, жеңіл бір нәрсенің барын сеземіз. Ол ауа. Мына баланы қараңдаршы. Оның қолында үрленген шар бар. Шар кішкентай еді, бірақ үрленген сайын үлкейген. Неге? Себебі шардың ішіне ауа бар. Сонымен ауа орын алады. Яғни ол бос кеңістікті толтыра алады. Шардың ішіне ауа кіргенде ол кеңейе түседі. Бұл ауаның маңызды қасиеттерінің бірі. Міне жел тұрған көрініс. Ағаштардың жапырақтары тербеліп жатыр. Жел дегеніміз ауаның қозғалысы. Бала қарғыстап тұр. Кенеттен қарақ жел ұшып кетеді. Бұл ауаның қозғаланының тағы дәлелі. Біз желді көзбен көрмейміз, бірақ оның әсерін сеземіз. Сонымен ауаның тағы бір қасиеті ол қозғалады. Ал қозғалған ауа жел деп аталады. Ауа тек далада ғана емес. Үйдің ішінде де, сыныпта да барлық жерде бар. Тіпті біз тұрған бөлме де ауадан толады. Суда да ауа бар екенін білесіңдер ме? Аквариумдағы көпіршіктерге қараңдаршы. Олар судың ішіндегі ауаның жоғары көтеріліп жатқанын көрсетеді. Баланың қолында желпуіш бар.
Ол желпуішті сермегенде салқын жел пайда болады. Бұл ауаның қозғалғанын сезудің тағы бір жолы. Ауа өте жеңіл. Мына шардың ауада баяу тербеліп тұрғанын көріп тұрмыз. Ол ауыр емес, жеңіл болғандықтан жоғары қалықтап жүр. Ендеше ауаның негізгі қасиеттерін қайталайық. Ауа көлбейді. Ауа орналады. Ауа жеңіл. Ауа қозғалады. Бұл қасиеттер ауаның табиғаттағы рөлін жақсы түсінуге көмектеседі. Ауа біздің өміріміз үшін өте маңызды. Біз тыныс алу үшін де ауа қажет. Сондықтан табиғатты қорғап, ауаны ластамау бәріміздің міндетіміз. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Тамаша балалар, түсіндік па? Қандай қасиеттер бар? Себебі қазір сендер оны жазасыңдар. Ал кәне, қазір барлығымыз тұрайық. Ал қарап бәріміз. Ауа туралы, ауаның қасиеттері туралы неден жазылған екен? Қане 47-ші бетті. Барлығымыз 1 минутта оқып шығайық көзбен. Бастаймыз. 47-ші бет. 47-ші бет. Gazdın kospası. Sen onu görmeysin. O benden ayrıcısın. Ava bükül boz kirlistikti әрбір сарылауды толтырады. Оның там бар ғой, жалғасы. Оның дәмі де, иісі де жоқ. Ауаны қолмен ұстай алмаймыз. Алан? Ауа барлық тірі ағзаға тартымыз алу үшін қажет. Дұрыс. Міне балалар көрдіңдер ме? Біз кітаптан мағлұмат алдық, я? Ауаның қасиеттері. Ал қазір міне сендерде жеке жұмыс кітапхана әдісі бойынша алдарында ауаның қасиеттерін жазып шығасыңдар. Ал кет, бастаймыз. 1 минут уақыт береміз. Тез жаңағы мына оқулыққа сүйеніп, жаңағы мына тәжірибелерге сүйеніп ал жазамыз ауаның қасиеттерін. Оқулыққа қарап қойыңдар, міне оқулықта сендерде көмекші бар. Оқулық көмекшіміз қарап қойыңдар. Жылдам. Кім оқып беруге дайын? Ауаның қасиеттері. Еске түсіреміз жаңағы тәжірибеден, неден көрген оқығанымызды тез еске түсіріп.
Мындай. Тамаша. Тамаша. Жылдамдатамыз. Жылдамдатамыз. Ал, бастай бер, Жанбек. Ауаның қасиеттері мөлдір, иіссіз, ылғаяды, түссіз, дәмі жоқ. Келісеміз ба? Иә. Кім осылай жазды тағы? Нұрайша кәне оқып жібер. Мөлдір, түссіз, иіссіз, ұстай алмайсың, оны көрмейсің. Иә, көрінді. Дұрыс, тамаша. Алимұр кәне оқып жібер. Ауа көзге көрінбейді, мөлдір, қастыры, дәмі жоқ. Иісі жоқ. Тамаша. Тағы? Жазды не оқып жібер. Барлықтарыңды балалар көріп жазып жатсыңдар. Ол дәмсіз, иіссіз, мөлдір, түссіз. Тамаша. Алихан оқып қой. Иісі жоқ. Ауа көрінбейді, так. Ауа қозғалады, мөлдір. Тамаша, жақсы. Барлығымыз түсіндік па алар? Тамаша, рахмет сендерге. Қойыңдар шетке. Оны аттарыңды жазып, соң маған тапсырасыңдар. Жақсы ма? Содан кейін мен сендерді бағалаймын. Тамаша, дұрыс айтасыңдар, балалар. Адам, ауа біздің табиғаттың бір бөлшегі, иә? Өте біздің тіршілігімізге маңызды, солай ғой. Ең бірінші неміс ғалымы Отто фон Герке деген, ол ауаның қасиеттерін зерттеген ең алғашқы неміс ғалымы бар екен. Енді балалар, жаңағы қасиеттерден басқа да ауаның физикалық қасиеттері де бар екен. Оны біз енді алда өтеміз. Бірақ қосымша ақпарат ретінде сендерге айта кетейін, иә? Серпімділігі бар екен. Яғни не істедім мен? Допты қыстым, бұл қайттан орнына келді. Серпімділігі бар екен, иә? Ауа қысымы. Міне, мысалы, ашып тұрым, шприцті, ауа кіреді. Ал енді жауып тұрсам, яғни ол қысымы. Және де тағы шарсорғыш қысымы деп айтуға болады. Жеңіл. Жоқ, жеңіл. Ұшақ, әуе, шары, парашют, кемсе, дұрыс. Тағы да жел арқылы. Боран, жарайды, тамаша. Тағы да балалар, желдің станциялары болады, иә балалар? Желдің станциялары болады, жел. Одан кейін жылуды нашар өткізеді. Балалар, біз киіп жүрген күртешелеріміз аязда. Неге біз онда тоңбаймыз? Себебі ортасында ауа бар. Біздің ішіміздегі жылуды сыртқа шығармайды. Сырттағы суықты бізге ішке кіргізбейді. Және де біз мына терезелерімізге екі жақ ортасында не бар? Ауа бар. Сондықтан жаңағы жылу сыртқа шықпай, сырттағы суық бізге кірмейді, иә? Толғандай, отырау, қоя сал. Содан кейін тексенемін. Дұрыс айтасыңдар. Міне, яғни ол сендердің келесі физикалық қасиеттерін екен, иә? Физикалық қасиеттері осындай бар екен. Енді балалар, сендердің алдарында келесі. Алдарында жаңағы физикалық қасиеттерге тағы да бір тапсырма тұр. Міне, жүкпен жұмыс екен балалар. Қарындашпен не істейсіңдер? Сәйкестендіресіңдер. Яғни, не істейсіңдер? Жұптас ойлан және сәйкестендір, иә? Ал жаңағы ойыңызда қалғандарды кәне бірге жүкпен сәйкестендір жүрейік. Оқыңдар. Бірге оқыңыз керек. Жаңағы серпімділігі, ауа қысымы. Ал жаңағын айтып кеттік, кәне кімнің есінде бар? Жылдам. Тез. Тамаша. Өте дұрыс депті. Алинұр кел, оқып келе қойғандағын. Ал келді. Серпімділігі. Қайда апардың? Шары мен доп, арғада. Ауа қысымы. Шансорғыш пен шприц дедік, е? Отыр. Арғаны кетті, кім тағыдан? Ал кел ауылайша. Тез. Азат екелерім. Айтып жүріңдер. Арғадай. Жеңілдігі. Бірге. Жеңілдігі. Қайсысы жеңіл? Қайда?
Иә, иә, әуе шары. Так, желді қайда міне апарыпсыңдар ма емне? Жел станциясы, ал жылуды қайда өткізеді? Киім, жаңағы күртеше және немеміз? Тереземіз. Барлығы осылай істеді ме? Барлығы осылай орындады ма бала? Тамаша, тамаша, рахмет. Яғни енді бұл балалар сендерге кішкене қосымша ақпарат болды, иә? Физикалық қасиеттер жаңағы оны жоғары сыныптарда біз әлі өте жатармыз. Ал негізгі бірақ та бүгінгі біздің ауаның қасиеттері маған айтып кетті. Иіссіз, түссіз, мөлдір, дәмі болмайды, ұлғаяды, сығылады деп, оны айтып кетті. Енді келесі ал енді балалар, мен қарайықшы. Қазір енді біз жаңағы сабағымызда алған білімімізді естиміз, қорытындылайық, серпілген сауалдар әдісі бойынша білім қақпасымен қазір біз сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтар өте қызықты, сондықтан тыңдап отырыңдар, сұрақтар өте қызықты. Ал бірінші, тез оқып бер, жарайды. Ауа дегеніміз не? Айналада ауа бар Екенін қалай анықтаймыз? Ал кеттік, ауа дегеніміз не? Бағанадан айтып жатырмыз, тез. Сабағымыз қорытылайық. Ауа дегеніміз неме? Ал көмектесеміз, Раяна, ауа дегеніміз? Тағы да ауа дегеніміз бағана кеттік қой немейді. Жансыз табиғаттың бір бөлігі дедік, дұрыс айтасыңдар. Барлық жанды табиғатқа, онсыз жанды табиғат өмір сүре алмайды. Ал енді айналада ауа бар екен қалай анықтадық бағана? Қалай анықтадық айналада? Қалай анықтадық? Желпідік. Дұрыс. Тағы да. Салпаның ішіне ауа кірді, жарайды. Ал енді, мысалы, далада балалар желдің немесінен жапырақтар не істейді? Одан кейін біздің, мысалы, шашымыз, киіміміз де не істейді? Қозғалады, мысалы, желден. Біз қалай анықтай кетеміз? Осылай анықтай кетеміз. Тамаша, рахмет сендерге. Келесі. Ауа қабатты ғалам шарымызды неден қорғайды? Ауаның қандай қасиеттері арқылы аспандағы құсты көреміз? Бағана көтеріп тұрады. Ал кәне, ауа қабатты ғалам шарымызды неден қорғайды? Балалар, біз енді ол туралы бағана айтқан жоқпыз. Мен енді сендерге бұл жерде көмектесшімін, балалар. Ауаның газ құрамы міне бізде азот 78%, оттегі 21, көмір қышқыл газ 1 екен. Енді бұны әлі сендер орта буынға барғанда, 4-ші сыныптарда әлі біз өтеміз бұларды. Азот бізге не үшін керек? Бүкіл адам тіршілігіне, жан-жануарға, табиғатқа, оттегі, яғни оттегі аз, ал оттегі азайса, тіршілік тоқтап қалады. Сондықтан оттегіні ластамау үшін біз не істейміз? Табиғатты қорғауымыз керек, ластамауымыз керек. Ал енді көмір қышқыл газ, бұл балалар бізге өсімдіктерге керек, негізгі өсімдіктерге керек. Бірақ та көмір қышқыл газ көп болса, бізге өзімізге зиян, адамның денсаулығына өте зиян екен. Ал енді жаңағы ғалам шарымызды неден қорғайды? Мен сендерге айта кетейін. Біздің жаңағы күн сәулесінің, зиянды күн сәулесінің недеріне қорғайды екен, заттарының неден? Біздің ғалам шарымыз, балалар? Міне, ал жаңағы құсты біз қалай көреміз? Ауада ұшып бара жатыр құсымыз. Қалай көреміз? Кәне, кім айта алады? Қалай көреміз? Неге көріп қоямыз біз құс ұшып бара жатқанын? Айтамыз, тез. ол ұшады. Жоқ, ұшады. Енді біз оны аспанда ұшып бара жатқан қалай көреміз? Аспанда? Яғни ауа түссіз ғой, мөлдір, және де жаңағы ауа жарықты шашыратады екен, балалар. Сол арқылы біз ұшып бара жатқан құстың бейнесін не істейді екенбіз? Көреді екенбіз. Міне соны ұғып алыңдар, балалар. Тамаша. Келесі. Ал, бері қараймыз. Қыста неге қалың күртемен тумаймыз? Неліктен аяз
қауырсындарын үрпитіп отырады дейді балалар. Жаңағы айтып кеттік, біз қыста біз неге күртемізді киеміз, неге ол тоңбаймыз? Иә, ал тұра ғой, Рая. Дұрыс, ауа бар, дұрыс айтасыңдар, ауа бар. Сондықтан жаңағы ауа ішіндегі жылуды сыртқа шығармайды, сырттағы суықты ішке кіргізбейді. Ал енді неліктен торғайлар аязды күндер үрпиіп отырады, нелерін қауырсындарын үрпитіп? Неге? Ал Жәнібек. Себебі суықтан қорғану үшін. Иә, тағы да Алинұр. Иә, тез. Мамықтары немене? Қауырсындарын көтеріп отырады. Яғни үрпитсе, оның арасында ауа көп болады екен балалар. Түсінікті ғой? Толғанай айта ғой. Оның құстардың ішінде ауа бар. Дұрыс, қауырсындардың ортасында көптеген ауа бар. О ауа шықпайды. Иә, сондықтан сыртқа шығармайды. Жаңағы кірмейді. Дұрыс айтасың, өте тамаша, рахмет. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Ал енді адамның қандай іс-әрекеті ауаны ластайды? Ал қазіргі өте сондай бір біздің дүние жүзімізде қандай әрекеттер? Адамда денеге қоқыс тастайды. Дұрыс, қоқыс тастайды, иә? Ол қоқыс шірейді, сасиды, солай ғой? Дұрыс. Батырхан, сен неге жұмыс жасамайсың, жаным? Ал тез ал айта ғой, сен айта ғой. Кәне, адамдар қандай іс-әрекет ауаны ластау үшін жасайды? Тұра бар. Не істейміз? Қоқыс дедік, Жәнібек тағы да, айта ғой сен. Адамдар Резеңке, пластик, иә? Жағамыз, иә? Ал оны жағуға болмайды. Одан кейін жаңағы қалаларда. Асылым, отыра ғой. Түтіні. Иә, не істейді? Ауаны ластайды. Одан кейін жаңағы завод, фабрикалар, иә балалар? Қаладағы завод, фабрикалар неме? Ауаны түтіндетіп ластайды екен, иә? Ол үшін оларға фильтр қояды екен, иә балалар ана? Не түтін шықпау үшін. Толғанай айта ғой. ол адамды қасиеті көп. Жүк деген жануарларға, адамдарға көп зияны тию. Иә, жақсы, рахмет. Асылжан айтамын. Жұмыс істеп отырмыз барлығымыз. Қаттырақ. Иә, яғни балалар жаңағы пешімізді да дұрыс жағуымыз керек, иә? Жаңағы пештің мұржасынан жаман түтін шықса, онда ауамыз не істейді? Ластанады екен, иә балалар? Ластанады екен. Жақсы балалар. Ал енді бүгінгі сабағымызда ауа қасиеттерін тағы біраз айтылап жіберейікші балалар. Ауа қандай? Мөлдір, түссіз, иісі жоқ, серпімді, қолмен ұстай алмаймыз. Жылын қандай ұлғаяды? Дәмі жоқ. Жаттап алдық па? Қасиеттерін жаттап алдық па? Ойға тоқып алдық па? Тамаша, рахмет балалар. Ендеше балалар, сендерге үй тапсырмасы, келесі сабаққа балалар, үй тапсырмасы. Сендер адам ауаның түрлі қасиеттерін қалай пайдаланады? Қосымша ақпарат көздерінен соны оқып келесіңдер. Түсінікті ме? Жақсы ма? Тамаша. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін біз сендердің алдарында осындай 2 стақан жатыр, иә балалар? Оның ішінде не жасырылып тұр? Шар бар, иә? Ал енді қазір балалар қараңдаршы, өте жақсы түсіндім. Сұрағым жоқ, мен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Барлығын ойға тоқыдым десеңдер, сендер жасыл шарлар дейсіңдер. Ал жақсы түсіндім, бірақ та сұрақтарым бар енді. Әлі десеңдер, сары шарды үрлейсіңдер. Ал енді егерде барлық өте жақсы түсінсеңдер, жасыл шарды үрлейсіңдер. Ал енді түсіндім, бірақ сұрақтарым бар әлі де десеңдер, сары шарды үрлейсіңдер. Ал үрлейміз, кеттік. Үрлейміз. Ал көріп тұрмын, сары шар біреу, әлі 3 бар екен. 4 Асылжандай сұрақ бар екен. Қаттырақ үрлейміз. Үрлейміз. Қаттырақ. Асылжан жаныма үрлесеші. Үрле. Ал енді оны аспанға ұшырамыз. Тамаша, рахмет балалар. Енді міне бір 4 балада қазір, қане орнын қалдырамыз. 4 балада сұрақтары бар екен. Оны келесі